Сәлеметсіңдер ме оқушылар, 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы логарифмдік теңдеулер. Яғни бүгінгі сабағымда логарифмдік теңдеулерге есептер шығарып көрсететін боламын. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып кетуді ұмытпаңдар. 17-де 5-ші есеп. Қараңдар, 17-де 5-ші есепте бізде логарифмдік теңдеулер берілген. Осы теңдеулерді шешу керек. Ал қараңдар, онда 17-де 5-ші есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Біріншісінде бізде міне ондық логарифм 5 минус х тең 3-тен 1, ондық логарифм 35 минус х куб деген теңдеу берілген. Осы теңдеуді шешу керек. Мен кешегі сабағымда да айтқам, логарифмдік теңдеуді шешпес бұрын логарифмдік теңдеудің құрамындағы логарифмдік функциялардың анықталу облысын табу керек. Ол үшін мына логарифмдік функцияның анықталу облысы бізде логарифм таңбасының астында тұрған сан немесе өрнек әрқашан 0-ден үлкен болу керек. 5 минус х-ті 0-ден үлкен деп аламыз. 35 минус х кубты да үлкен 0-ден деп аламыз. Осы теңсіздіктер жүйесінің шешіміне жатқан шешімдерін ғана аламыз, жатпайтын алмаймыз. Бірінші теңсіздіктен минус х үлкен минус 5 болып өтеді, я? Мынада есе минус х куб үлкен минус, бірінші теңсіздігіміз шығарып алсақ, минус х минус 5-тен үлкен болды ма, минус 1-ге не істейміз? Көбейтіп жібереміз. Сонда минус х-тің алдындағы минустан құтылу үшін минус 1-ге көбейтеміз. Минус х-ті минус 1-ге көбейтсек, плюс х болады, ал минус 5-ті минус 1-ге көбейтсек, плюс 5 болады. Ал енді бізде теңсіздікті минус санға көбейткен кезде теңсіздік қарама-қарсы қарай өзгереді. Енді қараңдар, 35 минус х куб, я? Бұл теңсіздікті біз тең 0-ге деп аламыз да, осыдан х-ті тауып аламыз. Минус х куб өзі осы жақта қалады, плюс 35 минус 35 болып өтеді. Енді мына минустан құтылу үшін бұны да не істейміз? Минус 1-ге көбейтеміз. Минус 1-ді минусқа көбейтсек, плюс х куб болады, мынау есе плюс 35 болады. Енді мына х кубымыз 35-ке тең ба, мына 3 дәрежеден құтылуымыз керек. 3 дәрежеден құтылу үшін біз 3 дәрежелі түбірге аламыз. Теңдіктің бір жағын алдық па, екінші жағында 3 дәрежелі түбірге аламыз. Сонда 3 дәреже мен 3 дәрежелі түбір қысқарып х шығады, мынадан есе мына өзі түбір шықпайды, 35 өзі тұра береді. Енді міне біз не істейміз? Осыны сан өзіне саламыз. Боялмайды, себебі қатаң теңсіздік. 3 дәрежелі түбір астында 35 өзі тұрады, аралыққа бөлеміз. Мына жағында бізде, мысалы бұдан бізде, мысалы 3 дәрежелі түбір астында 27-ден бізде 3 шығады, 3 дәрежелі түбір астынан 64-тен 4 шығады. Я? Сонда бұл 3-тен үлкен, 4-тен кіші сан екен. Яғни 3 пен 4-тің арасында орналасатын сан екен. Бұның мына бетінде 4 деген сан бар. 4-ті қоятын болсақ, 4-тің 3 дәрежесі 64 болады, 35 минус 64-тің бізде минус сан шығып қалады, я? Сонда мына жақ минус болады. Ал мына жердегі 3-ті қоятын болсақ, 3-тің 3 дәрежесі бізде 27 болады, 35 минус 27 бізде 8 шығады, плюс сан шығады. Бізде теңсіздігіміз 0-ден үлкен болғаннан кейін мына плюс шыққан аралықты аламыз шешім қылып. Мына бекер бұл жерге жазыппын ғой. Енді екінші теңсіздігіміз қараңдар. Екінші теңсіздігіміз бізде 5. 5-ден кіші болып тұр. 5-ті боямаймыз, себебі қатаң теңсіздік. 5-тен х-ымыз қандай болып тұр? Кіші болып тұр. 5-тен кіші сандар бізде плюс минус шексіздікке қарай кетеді. Яғни сол жағында орналасады. Қараңдар, екеуіне де тиісті жер енді бізде қалай болып тұр? Міне, минус шексіздіктен мына 3 дәрежелі түбір астына 35-ке дейін болып тұр. Сонда минус шексіздіктен 3 дәрежелі түбір астына 35-ке дейінгі аралықта жату керек мына теңдеудің түбірлері. Енді біз не істейміз? Осы теңдеуді шығарып аламыз. Қараңдар. Теңдіктің екі жағында да логарифм тұр, бірақ бізде мына логарифм алдында сан көбейтіліп тұр. Осы санды біз не істейік? Мына логарифм таңбасының астында тұрған өрнектің дәрежесіне шығарып жіберейік. Сонда ондық логарифм 5 минус х өзі тұра береді. Теңдейміз, мына ондық логарифм бұл дегеніміз 35 минус х кубтың 3-тен 1 дәрежесі. 3-тен 1 дәреже дегеніміз негізі 3 дәрежелі түбір деген сөз. Енді біз не істейміз? Логарифмдер тастап жібереміз, себебі теңдіктің екі жағында логарифм тұрып, негіздері бірдей болып тұрма, тастап жібереміз да, тек алдындағы өрнектермен ғана жұмыс жасаймыз. 3 дәрежелі түбірді мен 3-тен 1 дәрежені 3 дәрежелі түбір деп жазып аламын.
Енді қараңдар, бізде бұл иррационал теңдеу болады. Иррационал теңдеуде біз мына түбірден құтылуымыз керек. Түбірден құтылу үшін бізде мына 3 дәрежелі түбір ма 3 дәрежеге көтеруіміз керек. Теңдіктің бір жағын көтердік па, екінші жағына 3 дәрежелі түбірге көтереміз. 3 дәрежеге көтереміз, түбірге емес. Енді қараңдар, мына жерде 3 дәреже мен 3 дәрежелі түбір қысқарады. Мынау а минус в-ның жақшаның сыртында кубы бар. Сол формуламен ашылады. Яғни қысқаша көбейту формуласы. А минус в-ның кубы а куб, минус 3а квадрат в, плюс 3а в квадрат, минус в куб формуласымен ашылатын еді. Міне. А-ның орнында 5, в-ның орнында x тұр. Бірінші а куб па, 5-тің кубы бізде 125. Минус 3а квадрат в, яғни мынаны квадраттаймыз 25, оған в-ны көбейтеміз 25х, оны алдында тұрған 3-ке көбейтеміз, бізде 75х болады. Енді 3а в квадрат па, мына квадраттаймыз, x-ті x-ің квадрат болады, оны біз мына көбейтеміз 5х квадрат болады, оны 3-ке көбейтеміз 15х квадрат болады. Минус в куб па, x-тің кубы. Тең 35 минус x куб өзі тұра береді. Енді барлығын теңдіктің бір жағына өткіземіз. 125 өзі тұрады, минус 75х-ті да жазып қоямыз, плюс 15х квадратты да жазамыз, минус x кубта өзі тұра береді да, теңдіктің оң жағындағы 35 бізде сол жағына минус 35 өтеді. Ал минус x кубымыз десе, плюс x куб өтеді, тең 0. X куб пен x куб қысқарады. Енді біз ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Бізде бірінші ең үлкен дәрежесі бар, бірінші жазамыз. 15х квадрат бірінші жазылады. Сосын минус 75х сосын жазылады. 125 минус 35 бізде не болады? Плюс 90 болады. Тең 0. Енді қараңдар, барлығы бізде мынау теңдеудегі барлық мүшелері 15-ке бөлінеді, 15-ке бөліп жіберем. 15х квадрат 15-ке бөлсек x квадрат қалады. Минус 75х-ті 15-ке бөлсек 5х болады. Қосылған мынау 6 болады да тең 0 болады. Енді бұл келтірілген квадрат теңдеу болды. Келтірілген квадрат теңдеуді біз немен шығарамыз? Ветпен шығарамыз. Яғни x1 мен x2-ның көбейтіндісі бізде 6, x1 мен x2-ның қосындысы мынау минус 5 па, плюс 5-ке тең болу керек. Қандай сандарды көбейтсек 6, қоссақ 5 шығады. Біреуі бізде 3, біреуі 2 екенін білеміз. 3-ке 5-ті көбейтсек 6, қоссақ 5 шығып тұр. Міне бізде осы сандардың жаңағы мына аралыққа тиістісін яғни табамыз. 3 мына жерде осы аралыққа тиісті, мына аралыққа жатады яғни. Оны аламыз. 2 де оның бер жағында тұрады, міне бұл да анықталу облысына кіріп тұр. Оны да аламыз. Сонда бұл теңдеудің шешімі, яғни жауабы бізде 2 мен не болып тұр? 3 болып тұр. Міне. Болды, осы екі жауапты аласыңдар. Ал енді қараңдар, 17-де 5-ші есептің мен 3-шісін шығарып көрсетейін. Екіншісі де оңай, негізі барлығы оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Өткенде тақырыпта да түсіндіргем осы сияқты есептерді. Соған қарап шығара берсеңдер болады. Қараңдар, бізде логарифмдік теңдеуді шешпестен бұрын біз не істейтін едік, оның анықталу облысын тауып алатын едік. Яғни логарифм таңбасының астында тұрған өрнектерді аламыз да, үлкен нөлден дейміз да, осы теңсіздіктер жүйесін шығарып аламыз. Бұл жерден қараңдар, 4х минус 6 үлкен нөлден болса, 4х үлкен плюс 6 болады да, x-іміз үлкен 6 бөлінген 4 болады, x үлкен y 1,5 болады. Енді 2х минус 5-ті де үлкен нөлден, бұдан 2х үлкен 5 болады да, x-іміз үлкен y 5-ті 2-ке бөлсек 2,5-тен болады. Міне біз енді осы теңсіздіктерді сан өсіне саламыз да, аралығын табамыз. Бізде 1,5 боялмайды, себебі қатаң теңсіздік. 1,5-тен x-іміз міне үлкен болып тұр. X-қа аузын ашып тұрма үлкен болып тұр. Үлкен, яғни мынадан үлкен. Бұдан үлкен сандар оң жағында орналасады. Ал енді 2,5 үлкен x деген, яғни 2,5 бізде міне 1,5 үлкен сан, сол үшін оның оң жағында орналасады. 2,5-тен x-іміз да үлкен болып тұр. Үлкен сандар оң жағында орналасады. Міне екеуіне де тиісті жер, міне 2,5-тен басталып жатыр, плюс шексіздікке кетіп жатыр. Яғни 2,5-тен плюс шексіздікке дейін анықталу облысы, яғни мына логарифмдік функциялардың. Енді қараңдар, біз міне анықталу облысын тауып алдық, бұл тұра береді. Енді берілген теңдеуді шешеміз. Мына азайту 2 болып тұр. 2-ні мен былай жазып аламын, мына өз тұра берсін. Логарифм түбір асты 5 негізді
4х минус 6 жазып қоямын да, минус 2-нің қасына мынау түбірасты 5 болғаннан кейін негіздері түбірасты 5 қой логарифмдердің, сол үшін логарифм түбірасты 5 негізді түбірасты 5-ке көбейтіп жіберемін. Бұл бәрібір нені береді? 1-ді беріп 2 қалады, иә? Тең логарифм түбірасты 5 негізді 2х минус 5 өзі тұра береді. Енді қараңдар, логарифм алдында тұрған сан, көбейтіліп тұрған сан, логарифм таңбасының астында тұрған санның дәрежесіне шығып кетеді, иә? Сонда бұл логарифм түбірасты 5 негізді 4х минус 6 азайту логарифм түбірасты 5 негізді түбірасты 5-тің 2 дәрежесі болды, 2 дәрежемен түбір қысқарып 5 қалады. Тең логарифм түбірасты 5 негізді 2х минус 5 тұра береді. Енді қараңдар, мына жерге бізде логарифмдер негіздері бірдей болып азайтылып тұрса, логарифм негізімен жазылады да, міне. Бізде мынау 4х минус 6, яғни мынау мынаған бөлінеді. Мынау 5 қалды, иә, 5-ке бөлінеді. Тең логарифм түбірасты 5 негізді мынаның өзін жазып қоямыз. 2х минус 5 деп. Енді қараңдар, бізде теңдіктің екі жағында логарифм тұрып, міне, негіздері бірдей болып тұрма, болды, біз логарифмдерді тастап жібереміз да, тек логарифм таңбасының астындағы өрнектерді теңестіріп алып, сол теңдеуді шығарамыз. 4х минус 6 бөлінген 5 тең 2. Жақшаның керегі жоқ, 2х минус 5. Енді астына бір бар деп ойлаймыз, ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім 5 болады, мынаған 1-ден, мынаған 5-тен, мынаған 1-ден тиеді, иә? Тастап не енді шығарамыз осыны. 1-ді 4х минус 6-ға көбейтсек, 4х минус 6-ның өзі болады, тең 5-ті көбейтеміз, 10х минус 25 болады. Х барын теңдіктің сол жағына, сандарды оң жағына өткіземіз. 4х өзі тұра береді, плюс 10х минус 10х өтеді, минус 25 жазып қоямын да, мына плюс 6 өтеді. 4х минус 10х бізде минус 6х болады. Мынау есе минус 19 болады. Бұдан х-ті табу үшін не істейміз? Х-те минус 19-ды минус 6-ға бөлеміз. Бұл дегеніміз плюс болып кетеді да, 3,6-дан 1 болады. Ал енді қараңдар, осы сан бізде мына аралыққа жата ма? Жатады, иә? Бізде 3-тен үлкен сан, мысалы 3,6-дан 1 бізде 2,15-тен кейін орналасады. Яғни осыдан үлкен, осы аралыққа тиісті. Онда бұл бізде берілген теңдеудің шешімі болады екен. 4-шісі де дәл осындай, оны өздерің осыған қарап шығарсаңдар болады. Дәл осы теңдеу, дәл өстіп өздерің шығара бересіңдер. 17-де 6-шы есеп. Қараңдар, бұл жерлерде бізде логарифмдік теңдеулер жүйесі берілген, осы теңдеулер жүйесін шешіңдер. Ал енді қараңдар, біз осы 17-де 6-шы есептің мен біріншісін шығарып көрсетейін. Бізде бұл жерде логарифмдік теңдеулер жүйесі берілген, осы теңдеулер жүйесін шешіңдер дейді. Қараңдар, бізде мынау екінші теңдеу, біз логарифмдік теңдеу, ал бірінші теңдеу бізде екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Осыдан мен х-ті тауып аламын да, мынадағы х-тің орнына апарып қоямын. Ол үшін, қараңдар, х тең болады, мына 8 өзі тұра береді, минус y теңдіктің екінші жағына плюс y болып етеді. Міне біз х-ті y арқылы өрнектеп алдық. Енді біз осыны екінші теңдеудегі х-тің орнына апарып қоямыз. Х-ті жазбаймыз, орнына 8 қосылған y дейміз. Қосылған логарифм 3 негізді y өзі тұра береді, тең 2 деп жазып қоямыз. Енді біз мына екінші теңдеуді шығарып аламыз. Екінші теңдеу. Қараңдар, логарифм 3 негізді 8 қосылған y, қосылған логарифм 3 негізді y тең 2. Бізде логарифмдер негіздер бірдей болып қосылып тұрса, логарифм негізімен жазылатын еді да, алдындағы өрнектер көбейтілетін еді. Тең 2 өзі тұра береді. 2-нің қасына мен логарифм 3 негізді 3 деп жазып аламын. Себебі мына негізі 3 болған кейін 3 негізді логарифм түрінде жазып аламыз. Енді 3 бізде мына 2 мына 3-тің дәрежесіне шығып кетеді. Сонда логарифм қараңдар 3 негізді 8, мына жақшаны аш жерге салайын, 8y қосылған y квадрат болады. Мына y 8-ге де y-ға да көбейтіледі. Тең мынау логарифм 3 негізді 3-тің 2 дәрежесі 9 болады. Міне бізде енді қараңдар, теңдіктің екі жағында логарифм тұрып, негіздері бірдей болып тұрма, логарифмдерді тастап жібереміз та, алдындағы өрнектерді теңестіріп аламыз. 8y қосылған y квадрат тең 9 болады. Енді қараңдар, бұл жерде y квадрат бірінші жазылады. Қосылған 8y жазамыз да, мына минус 9 деп теңдіктің бер жағына өткізіп аламыз. Енді қараңдар, бұл бізде келтірілген квадрат теңдеу. Оны ветпен шығарамыз. y1 мен y2-ның көбейтіндісі бізде минус 9, y1 мен y2-ның қосындысы плюс 8 ба, минус 8 болу керек міне. Бізде онда y1-іміз бізде
-9 y2-міз бізде +1-ді беріп тұр. Себебі -9-ға 1-ді көбейтсек -9, -9 +1 -8-ді береді. Міне біз шешім тауып алдық, иә? Енді қараңдар, енді осыны біз x-тің орнына апарып x1, x2-ні табамыз. x1-ді тапқан кезде біз y1-ді қоямыз мына. x8 -9 тең -1 болып тұр. Енді x2-ні тапқан кезде y2-ні қоямыз. 8 қосылған y қой, қосылған 1 тең 9 болады. Енді қараңдар, бізде жаңа мен анықталу облысын қарастырмай кетіппін, негізі басында қарастырып кету керек еді. Енді жауабын жазған кезде қараңдар, x1 мен y1-ді бірге жазамыз, -1 мен -9 бірге жазылады. Содан кейін x2 мен y2 бірге жазылады. 9-да 1 болып тұр. Енді қараңдар, бізде логарифм таңбасын логарифм бізде тек оң сандарға ғана арналған. Яғни бізде логарифм таңбасының астында тұрған сан әрқашан 0-ден үлкен болу керек. Сол үшін мені жазып қоямын, x-іміз 0-ден үлкен болу керек, сосын мынадағы да 0-ден үлкен болу керек, y-да 0-ден үлкен болу керек. Бізде мына жерде қараңдар, x-іміз минустан, y-іміз минустан болып қалған. Сонда мынау бізде шешім болмайды. -9 бен -1 шешім болмайды. Себебі ол бізден 0-ден кіші. Сонда бірінші шешім табаймыз, тек мына 9-да 1 деген екінші шешімді аламыз болды. Сонда берілген теңдеулер жүйесінің шешімі бізде 9-да 1 болып тұр. Негізі қалғандары дәл осындай екен, өздерің соған қарап шығарсаңдар болады. Ал енді қараңдар, 17-де 6-шы есептің мен 4-сін шығарып көрсетейін. 4-сі бізде ешқандай қиын емес, барлығында сол логарифмдік теңдеулер жүйесі берілген, осы теңдеулер жүйесін шешіңдер дейді. Алдымен біз бұл берілген логарифмдік функцияның анықталу облысын қарастырайық. Бізде анықталу облысы дегеніміз логарифм таңбасының астында тұрған өрнек бізде әрқашан 0-ден үлкен болу керек, иә? Яғни сан 0-ден үлкен болу керек. Бізде y-іміз да 0-ден үлкен болу керек міне. Міне біз анықталу облысын жазып алдық. Енді біз қараңдар, бізде логарифмдердің негіздері бірдей болып, бір-бірінен азайтылып тұрса, онда логарифм негізімен жазылады еді. Негіз бізде жазылмайды, екеуіне 10, яғни 10-дық логарифм алдындағы сандар бір-біріне бөлінеді. Міне, тең 0 өзі тұра береді. Екінші, 2x минус y тең 10 өзі тұра береді. Енді қараңдар, бізде мынандай формула бар еді. Логарифм мысалы a негізі x тең v болатын болса, бұдан x-іміз тең болады, x мынау тең болады a-ның v дәрежесіне. Сонда бізде мына жерде қараңдар, x-тің орнында бізде мына x бөлінген y болып тұр. Ол негіз бізде a-ның орнында 10 тұр, v-ның орнында 0 тұр. Сонда x бөлінген y тең болады 10-ның 0 дәрежесіне болады. Ал мына 2x минус y тең 10 өзі тұра береді. Енді қараңдар, x бөлінген y жазып қоямыз. 10-ның 0 дәрежесі бізде 1-ді береді. Ал бөлімдегі 2x екінші теңдеуіміз өзі тұра береді. 2x минус y тең 10 деп. Енді қараңдар, x бөлінген y 1-ге тең ба? Мына y бізде теңдіктің екінші жағына көбейту өткізілген. Сонда x тең y болады. Енді осыны біз мына екінші теңдеудегі x-іміз y-ға тең ғой, мына x-тің орнына апарып қоямыз. Яғни бізде мына x-тің орнына y-ді қоямыз. Міне 2x минус, 2x емес, x-ті жазбаймыз, x-тің орнына y жазамыз. 2y минус y тең 10 өзі тұра береді. Міне біз x-ті y арқылы өрнектедік. 2y минус y бізде y болады да тең 10 болады. Y-іміз неге тең екен? 10-ға тең екен, иә? Енді осы y-ті мына y орнына апарып қойып x табамыз. Сонда x тең y, ол тең қанша болып тұр? 10 болып тұр. Сонда бізде қараңдар, берілген теңдеудің жауабы бізде x-іміз да 10, y-іміз да 10 болып тұр. Міне, 10-да 10. Бізде 10 бізде 0-ден үлкен, x-іміз міне y-да 10, ол да 0-ден үлкен, иә? Бізде онда мына сан берілген сандар жұбы, яғни берілген теңдеулер жүйесінің шешімі болады екен. Онда 10. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.